Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осылай қытырлақ болып шығатын баклажаннан жасалған оригинал салаттың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Мен бұл жерде тек қана бір үлкен тарелкаға арнап жасадым. Сіздер тағы да көп қылып жасағыларыңыз келсе, құрамын көбейтсеңіздер болады. Баклажанды алып, сыртын тазалаймыз. Енді видеодағындай орташа кубиктарға турап шығамыз. Енді канишираның осындай темпурная ұнын қолданатын боламыз. Бір алып қойсаңыздар, ұзақ уақытқа жетеді. Мендегі 2 баклажанға 100 грамм ұн қажет. Оның үстіне кез келген газдалған суды құямыз. Мен 100 грамм оның үстіне 120 грамм су қостым. Жақсылап барлығын араластырамыз. Міне біздің массамыз осындай қоймалы жың түрінде болуы керек, яғни не сұйық, не қою емес. Енді осыған барлық баклажандарымызды жақсылап аунатып араластырамыз. Енді бір-бірден алып, осылай қызып тұрған майға қуырамыз. Баклажандар өте жылдам қуырылады, сондықтан да қарап отырыңыздар. Міне біздің баклажандар қуырылды, өте әдемі болып қуырылып жатыр. Салатты жинауға кірісеміз. Осындай рукколаны жуып кептіріп алдым. Оны ыдысқа саламыз. Оның үстіне баклажандарды да салып шығамыз. Чирек санақтардың ортасынан бөліп, оны да ыдысқа салып шығамыз. Енді бізге аройдың осындай чили соусы қажет болады. Осылай салаттың үстінен әдемі етіп құйып шығамыз. Үстіне кунжут себеміз. Сонымен біздің ресторандағыдай қытырлақ баклажан салаты дайын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Қонақ шақырғанда да дастархандарыңыздың сәні болатын сөзсіз. Өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.